Фороракос. Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз саяхатқа қайта аттанамыз. Біздің планетамызды мекендеген таңғажайып, алып қорқынышты хайуандарды бірге зерттеуді жалғастырамыз. Ор дәуірінің соңына қарай жер бетінде жаппай динозаврлардың жойылуы басталды. Жер бетінде ұзақ уақыт бойы билік еткен кесірткелерден кейін олардың ізін жалғастыратын орындар көп болды. Және бұл орындар үшін жыртқыш сүтқоректі құстар мен бауырмен жорғалаушы жануарлар арасында үлкен бәсекелестік орын алды. Оңтүстік Америкада мекен еткен алып қорқынышты құс фороракос. Фороракостар ет пен өлексені жейтін жыртқыш құс болды. Бұл түрдің өкілдері 2,5-3 метр биіктікке жетіп, салмағы шамамен 150-300 килограммға дейін жетті. Ұзындығы 1,8 метр болған күшті аяқтары жақсы жүгіру қасиеттерін қамтамасыз етті. Ал қанаттары атрофияланған болды. Ал фороракостың бас сүйегі 65 сантиметрге жетті. Көлемі жағынан жылқының басынан кем емес. Бұл құс жыртқыштың қажетті атрибуттарына ие болды. Өте күшті тырнақтар және күшті үлкен тұмсық, жоғары жылдамдық. Осыған сүйене отырып, ғалымдар сол дәуірдің жыртқыштарының арасында ең қауіпті жыртқыш деген атауды алуы керек деп санайды. Бірақ солтүстік Америкадан жыртқыш сүтқоректілер келгеннен кейін фороракостар ұзақ бәсекелестікке төте бере алмағаны мәлім болды. Фороракостардың аңшылықта ең басты қару үлкен тұмсығы болған. Жылдамдығын пайдаланып, өзінің азығының соңынан қуып, тұмсығымен балтамен шапқандай соққы жасайтын болған. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құстың тұмсығы үлкендігіне қарамастан өте нәзік болған. Демек, бұл фороракостардың күресіп қарсылық жасап жатқан, олжаға қарсы тұра алмайтынын білдіреді. Егер бұрын мысал ретінде алып армадиллолар, алып жалқаулар бұл құстардың жеміне айналуы мүмкін деп есептелсе, енді ғалымдар фороракостар ұсақ жануарларды, кеміргіштерді, жыландарды және басқа құстарды аулады деп санайды. Дегенмен, олар әлі күнге дейін біздің планетамызда өмір сүрген ең қауіпті құстардың бірі болып табылады. Қажет болса, фороракостар өлексе немесе алып жәндіктермен де қоректенді. Бұл жыртқыш құстар оңтүстік және солтүстік Америкада кең таралған. Еуропа мен Африкада табылған алып құстардың расталмаған қалдықтары бар. Бірақ олардың фороракостар тұқымдасына жататынына тікелей дәлел жоқ. Фороракос орта палеоценнен ерте плейстоценге дейін өмір сүрген. Дәл қазіргі таңда бұл фороракос тұқымдас ұшпайтын құстардың 18 түрінің қалдықтары табылған. Видео қызықты әрі пайдалы болса, менің арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыр. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетейік.